дер. Мен Roblox ютуберлердің аватарларын шын өмірге айналдырдым. Мынау барлығымыз білетін Жукунайдың скині. Ал мынау шын өмірдегісі. Және мен дәл осылай қазақ ютуберлерінің скиндерін шын өмірге айналдырдым. Оу, достар. Біздің бірінші фотомыз. Достар, неге аяқтан басталады? Неге достар бірді бетін полный көрсете салмайды, достар? Достар, барлығымыз ойынға қатысып отырайық. Жеті дейді достар. Мынау Рональдо ма, достар? Достар, қолында мынандай бір дубинка сияқты бір нәрсе тұр. Достар, мынау кім түрін көрейік? Достар, мынау деген. Достар, мынау қай ютубер? Комментарийға жазып кетіңдер, міндетті түрде мен оқитын боламын. Негізі достар, жасанды интеллект өте дамып кеткен достар. Қараңыздар, мынау өте шынайы болып тұр. Давайте достар, сіздерге осы қазақ ютуберлерді табуға 3 секунд берем. Тапсаңыздар, лайктарыңызды басыңыздар. 3, 2, 1. Тапсаң, лайк басып кет. Достар, бізде тағы бір персонаж. Достар, сіздер тапқан ютуберлеріңізді комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Мен міндетті түрде оқып, сіздерге дұрыс емес деп ответ қайтаратын боламын. Біз мына ютуберге келдік. Мынау қай ютубердің скині, достар? Мынау коробка ұстап тұр. Бізде қоңыр киім және бізде күлімсіреп тұр. Мынау қай ютубер? Менің өзім білмеймін, достар. Достар, мына ютубердің скині өте керемет. Достар, жасанды интеллект өте қатты дамып кеткен, шынымды айтсам. Мен Roblox'тың скинін салдым және маған осындай дәл сондай скин шығарып берді. Мына ютуберді танитын шығарсыздар сіздер. Комментарийға жаза кетіңіздер. Ал біз келесіне кетті. Бізде келесі персонаж бұл мынандай. Достар, мына скинні менің көргім келіп тұр. Өйткені мынау көзге жағымды болып көрініп тұр. Қараңыздар. Сіздердің де көргілеріңіз келсе, қазір көреміз онда. Ал достар, біздер қазір бұны көреміз. Бізде жасыл шалбар және қызыл толстовка және мына жақта бізде бұғының суреті бар, достар. Қай ютубер танисыздар, достар? Мынау базарық, мынау кішкентай бала шығарды ғой бізде. Бізде құлаққап тағып алыпты, мына жақта наушник және бұғының фотосы бар. Достар, мінекей, сіздерге полный экран. Енді бұл ютуберді табу оңай болады деп ойлаймын. Өйткені сіздер барлық жерін көріп тұрсыздар. Енді қандай ютуберге ұқсайтынын комментарийға жазып кетіңіздер. Досым Жан ба, әлде Алик Кезет па, әлде Жукунай ма? Комментарийға жазыңыздар. Достар, біздер қателеспесем 3-шіне келдік ау деймін. Бұл ютуберді табу енді өте оңай деп ойлаймын. Маналардың арасындағы ең оңайы осы деп ойлаймын, достар. Давай, бізде бірден тауып кетейік енді. Қарапайым киімдер, аяқ киімдер және не кездеседі? Шорти. Бізде мынандай Roblox'тың шортиы қызыл және де киімі, футболкасы қызыл. Жабық қызыл. Және дене мынау деген майка ма не? Не өкпетті, достар. Базар жоқ, мынау кім деп ойлайсыздар, достар? Достар, сіздер тапты деген ойдамын. Өйткені бұл деген менмін ғой, достар. Енді таба алмайтындар да бар шығар. Бірақ менің подписчиктерім арасында білетіндер де көп. Сондықтан да біз келесіне кеттік онда. Бізде 4-шіне келдік енді. Қазір бұл ютуберді таба аламыз ба? Мына жерінде Supreme деген жазу бар екен, және киімі Louis Vuitton. Мынаны қараңыздар, достар. Мынау деген түрі мынандай екен, достар. Достар, бұлай таба аласыздар ма? Мен толық көрсеттім. Қазір көріңіздер ал енді. Кәнеки келесін көрейік. Мынау деген қарапайым ақ аяқ киім және джинси ма не мынау, достар? Қателеспесем, қара джинси және үстіне мынадай көк көйлек киіп алыпты. Және сыртына мынандай киім киіп алған. Және бұның түрін көруге біз асықпыз. Сіздерде көргілеріңіз келе ме? Онда қазір болатын шығар. Неге мынау асықпай кетті, достар? Біздер наконец-то түрін көрдік. Бұл персонаждың бұл қай ютубер?
комментарийға жазыңыздар. Мына қараңдар, басында шляпасы бар екен. Біз келесіне келдік. Бұл қыз ютубер сияқты достар. Мына скиніне қарасам, бізде аяғына бір мынау не мынау өзі? Бізде қыздарский туфли сияқты. Достар, біздер қазір көретін боламыз. Так. Достар, мынау деген не мынау? Кореялық адамға ұқсайды, иә достар. Достар, негізі деген жасанды интеллект өте қатты дамыған екен. Осы кезден ақ білініп тұр. Қараңыздар, мынау өте шынайы қылып жасаған. Достар, сіздер каналға тіркеліп, лайктарыңызды басыңыздар. Ал біз келесі ютуберді көруге кеттік. Достар, мінеки әдеттегідей біздер аяқ киім және біздер күлгін түсті шалбар. Иә, бұл өте керемет. Бізде бұл қандай ютубер ол бұндай? Ары қарай көреміз. Бізде бұл үстіне костюм шалбар киіп алыпты. Достар, егер сіздер ютуберлерді жақсы танитын болсаңыздар, сіздер мына адамды міндетті түрде білетін шығарсыздар онда. Так, онда қазірден тауып отыра беріңіздер. Мен қазір мынаны көретін боламын. Мына жерінде галстук бар, прикинь, және түрін көрсетіп жатыр. Очки таққан және мына жағына шапка киіп алған бір ютубер екен. Ал бұлай қойсам ше достар, танисыздар ма? Танысаңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер. Біз онда келесі ютуберге кеттік. Бізде мынау ютубер кім мынау достар? Мына скин маған ұнап тұр. Қараңдар, аяғына бізде мықты ақ кроссовка және үстіне мынау не киіп алған, қазір көретін боламыз. Жақсы, біз ары қарай көре берейік. Ол үстіне ашық көк түсті киім киіп алыпты. Және біздер көрінбей жатыр әлі. Үстіндегі киімді бірдей, және мына жақта бір аю суреті тұр достар, көк аю. Мынандай ютуберді танысаңыздар, міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Қазір біз көретін боламыз достар, мынау қандай ютубер екенін. Достар, біздер ютубердің түрін көрдік, және мынау деген ақ шашты ютубер, прикинь. Достар, ютуберді танысаңыздар, комментарийға жазыңыздар достар. Бұл ютубердің скині дерзкий екен. Онда біз келесі ютуберге кеттік.